Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Ассалаумағалейкум жігіттер, қалайсыңдар? Бүгінгі видеоға қош келдіңдер. Егер де айналамызға қарайтын болсақ, уже қыркүйек келіп жеткен байқауға болады, яғни көз. Бұл дегеніміз нені білдіреді? Бұл дегеніміз сабақ оқып, жұмыс істейтін кез келді дегенді білдіреді. Жігіттер, бүгінгі видеода мен сендермен бірге тіпті сенімді дейтін жігіттің өзіне де жараспайтын, мені де, сені де басқалардың көзінше әлсіз қып көрсететін 5 жаман іс-әрекетті қарастыратын боламын. Біздің списогымыздың нөмір 1-ші орынын шағымдану деп аталатын жаман қылық бастайды. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Егер де сен жігітім қайта-қайта басқа адамдарға шағымдана беретін болсан, вот мен жұмысым өте ауыр, вот мен никогда ұйқым қанбайды, вот мен жұмысымдағы қыздар бар ғой, түк бітірмейді, тек қана барлық жұмысты мен ғана жасаймын деген сияқты айта берсен, бұл арқылы сенің ғана көңіл күйің түспейді бұл жерде. Сен басқаларды да негативті зарядпен қамтамасыз етіп отырсың. Ал басқалардың орнына өзіңді қойып көрші. Сен өзінің мысық кетіп баратыр. Басқалардың орнына өзіңді қойып көрші. Сен өзінің көңіл күйінде негативпен толтыратын, бүкіл күш қуат энергияңды жей беретін вампирлармен дос болғың келе ме? Бұл жақта жауап өте очевидный деп ойлаймын. Тағы бір мысал, егер де сен бір жерінде байқамай кес кетіп, оны қайта-қайта, ай мына жерім ауырып тұр, ай мына жерім ауырып тұр, ай ана жерім ауырып тұр деп басқаларға айта беретін болсан, олар саған қарайды да, мына тышқан құйрығына қарап жараланып қапты деп күлетін болады. Жаман әдет нөмір 2-ші бол әрқашанда өзіңді түсіндіре кету. I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. Егер де сен достармен бірге қандай ресторанға барарыңды білмей отырсан, сен айтасың, жігіттер, давайте мына ресторанға барайықшы. Мен алдына бар көргем, оның бургерлары күшті, оның фетучинилары керемет, в общем, сондай жағдайлар. Немесе бастығына айтасың, брат, мен ертең жұмысқа келмеймін, потому что маған огородыма теплоблок, газоблок, еще құм төгеді, соны тасытатын адам керек. В общем, ұққан шығарсың. Егер де сенен ешбір адам сұрамаса, не себепті олай екенін түсіндірмей қойшы өзіңді. Потому что не себепті сен бұны істейсің. Сен өзінің ұсынысында басқаларға айтқан жеткілікті мөлшерде сенімді емес болып тұрғандықтан өзіне сен оған дәлелдейтін тұжырымдар келтіргің келіп тұрады. Мен айтқаным дұрыс, қараңдар, себебі мынау деген сияқты, мына жұмысқа орналасақшы, себебі анау деген сияқты келтіргің келеді. Сондықтан да, егер де сенен ешкім адам сұрамаса, құрған айт. Давайте бүйтейік дейсің, болды, жеткілікті. Нөмір 3-ші бол өте көп кешірім сұрай беру. What I'm doing, never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put it. Егер де сен келе жатасында көшедегі біреуді иықпен бір беріп, мәні деп тұмсығын жарып берсен, онда кешірім сұрау өте орынды болады, даже керек болады. Бірақ мен саған басқа жағдайда айтып тұрмын, когда сен ешбір орынсыз басқаларда кешіріммен суғара берсен, кешіріңіз, мына бір қантты бер жер аласыз ба? Кешіріңіз, мына кабинетке кірсе бола ма? Кешіріңіз, мына жерге отырса бола ма? Деген сияқты чересчур көп кешірімдер сұрай беруімді айтамын. Егер де сен өйтіп сұрай берсен, сен джентльменге айналып кетесің. Ал джентльмен деген джентл жұмсақ, мен деген еркек, яғни жұмсақ еркек. Ал еркектер өз природасының кішкене мықты әрі қатты болғаны дұрыс деп санаймын. Сондықтан да ойланып көр, бәлкім сен өте көп кешірім сұрап жатқан шығарсың. Кейбір жерлерде саған құрған айтсау керек. Ана қантты бер жеріңдерші, немесе саламатсыз ба, мына кабинетке кірсем бола ма деген сияқты кешіріңіз дегенді айтпай қойғанын жөн. Нөмір 4-ші ол бізде сылтау айту. Everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline.
сылтау айту деген мен негізі ең сүйікті істерімнің бірі. Мен ар жақта отырған қыздармен танысқым келмейді, себебі олардың может жігіттері бар шығар. Мен өзімнің жақсы әлі киімді киіп тұрған жоқпын деген сияқты. Немесе, мысалы, сен Америкада оқығың келеді. Сен бұрыннан бері армандап жүрсің, бірақ сен айтасың, менде әлі о жақта туыстарым жоқ, менде ақшам жоқ, менде мүмкіндіктерім жоқ, мен ағылшын тілін әлі жеткілікті мөлшерде білмеймін деген сияқты сылтауларды айтасың. То же самое тренировкаға қатысты, мысалы, сен біліп тұрсың, что бүгін тренировкаға бару керек екен, бірақ сен айтасың, ой, бүгін что-то далада өте суық болып тұр, погодада жаңбыр жауайын деп жатыр, менде настроение болмай тұр, менің бір жерім ауырып тұр, менде желание жоқ деген сияқты өтіріктермен өзіңді толтырасың. И тренировканы өткізгендіктен сен өзіңді іштей қынжылу сенде басталады. Бұл жағдайда негіз бар ғой, маған негізі Джим Ронның цитатасы өте қатты ұнайды. Ол былай деген: боль дисциплины весит лишь унции, а вот боль сожаления весит тонны деп айтқан екен. Сондықтан да қарап тұрсам, біз бір нәрсені істемеу үшін миымыз сонша көп өтірікті ойлап табады ғой, қарап тұрсан. Бұның барлығы өтірік. Ал өтірікті қалай жеңуге болады? Өтірікті тек қана шындықпен ғана жеңуге болады. Ал шындықтың қайнар көзі мынада: сенде уақыт бар, сенде күш бар, сенде жеткілікті білім бар, сенде кез келген істі төңкеріп тастайтындай мүмкіндіктер бар, жігітім. Вот мынау шындық. Так что, сондықтан да армандарымызды барлығын ертеңгі күнге қалдыра бермей, ертеңнен бастап кірісейік, жігіттер. Нөмір 5 және де ең соңғы бұл мақтану. Егер де сен басқаларға өзің жайында первый впечатлениені құртқың келіп атса, онда мақтану деген соны жүзеге асыратын бірден бір амал болып табылады. Қара, егер де сен қызға айтасың: ей, мен Ремизовка жақта тұрамын ғой, мен әрбір ай сайын миллиондап табамын, менің тепкен машинем Бентли деп айтсан, қалай ойлайсың, ол сені крутой деп ойлай ма? Анда жігіт өте крутой екен, себебі ол маған айтты, что ол қаншалықты крутой екендігін деп қыз ойлай ма сенше? По-моему, ойламайды. Мен енді өз басым сөйтіп санаймын. Сен, мысалы, сен ойын менікімен сәйкес келсе, онда тоже астыға түсте видеоға лайк қоя салшы. Егер де сендер Дейл Карнегин кітабын оқысаңдар, ол жақта бүйтіп айтылған. Дейл Карнегин, кстати, «Как завоевать друзей и оказывать на них влияние» деген кітап, кім егер де білмесе, бұл кітап өте популярный болып саналады. Сол жақта былай деп айтылған: егер де сен адамдарға өзіңді қызықты етіп көрсеткің келсе, онда ол адамдармен өзің шынайы қызыққаның дұрыс деп айтқан екен. Ал егер де сен тек қана ол адамдармен қызықпай, өзің жайында ғана айта беретін болсан, мен мынандаймын деп айта берсен, өзің ақ білесің, бұл қай жаққа әкеп соқтыратынын. Жаңағы айтқан 5 жаман іс-әрекетті қорытындылап кетейік. Біріншісі шағымдану, екіншісі өзіңді түсіндіру, үшіншісі кешірім сұрай беру, төртіншісі сылтау айту, бесіншісі мақтану. Бүгінше осы. Қоштаспаймыз, өздеріне деген сенімдерінде әрдайым жандарында ұстаңдар.